Атырауда жоғалған отбасы. Жангелдин ауылында ерлі зайыптыны жерлеу рәсімі өтті. Қызылқоға ауданына қарасты Жангелдин ауылында бұған дейін шаруашылық ғимараттан табылған ерлі зайыптының жерлеу рәсімі өтті. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы Ақжайыққа сілтеме жасап хабарлайды. Марқұмдарды соңғы сапарға шығарып салуға туыстары, көршілері және ауыл тұрғындары жиналды. Жерлеу рәсімі таңертең ауылдағы жергілікті зиратта өтті. Қаралы жиын ауыр жағдайда өтіп, көпшілік көз жасына ерік берді. Әкімдіктің мәліметінше, марқұмдардың жерлеу рәсімін ұйымдастыруды олардың туыстары өз мойындарына алған. Айта кетейік, бұған дейін Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты Жангелдин ауылында бір отбасының 4 мүшесі бірдей із-түзсіз жоғалғаны хабарланған еді. Кейін жүргізілген жедел шаралар барысында полиция ерлі зайыптының мәйітін анықтады. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен бірнеше адам анықталып, оларға іздеу жарияланды. Қазіргі уақытта жоғалып кеткен тағы 2 адамның қайда екені белгісіз. Құқық қорғау органдары оларды табуға бағытталған іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Құрметті көрермендер, бұл хабарды оқығанда сөз табу қиын. Кеше ғана бір ауылда қатар жүрген, амандасып жүрген адамдардың бүгін жер қойнына тапсырылғаны жанға батады. Жерлеу рәсіміне бүкіл ауылдың жиналуы да бекер емес. Себебі мұндай қасірет бір отбасының ғана емес, тұтас елді мекеннің жүрегіне салмақ салды. Қара жиынның ауыр өткенін елестету қиын емес. Ауыл адамдары үшін бұл ұмытылмайтын қайғы. Бұндай сәтте сөзден бұрын үнсіздік, көз жасы мен ішкі ауырлық басым болады. Ең қынжылтатыны бар емес па, бұл істің әлі толық нүкте қойылмауы. 2 адам жерленді, ал тағы 2 жанның тағдыры беймәлім. Бұл олардың туыстары үшін 2 есе ауыр. Үміт пен күдік, қорқыныш пен күтудің арасында қалу ең қиын сынақ. Осындай кезде қоғамда, әлеуметтік желіде абай болу керек деп ойлаймын. Әрбір айтылған сөзге, әрбір болжамға ие болайық. Бұл туыстарының жүрегіне жара салуы мүмкін. Құқық қорғау органдары өз жұмысын соңына дейін жеткізіп, шындық толық ашылса екен дейміз. Ал қаралы отбасыға тек сабыр, жұбаныш пен қолдау ғана қажет. Бұндай қиын жағдай ешкімнің басына түспесін деп тілеймін. Марқұмдардың жаны жәннатта болсын, Алла алдынан жарылқасын.